ұбт-ның форматын да бір өздеріңіз зерттеп қойса да жақсы болар еді. Неше рет тапсырады, ол қаңтар ұбт ма, наурыз ұбт ма, ол негізгі ұбт ма? Себебі бізде ата-аналарға бәрібір да ол қандай ұбт. Және олардың логикасы андай да, ұбт деген секілді. А бізде мысалы үшін қаңтар ұбт бар. Қаңтар ұбт ақылы форматта өтеді. Оның сертификаты тек ақылы бөлімге жарамды. Оның негізгі мақсаты аралық нәтижені көрсетуді. Бізде қаңтар ұбт-ны уже биыл 5-ші жыл тапсырып жатыр. Пробный сияқты ма? Иә, пробный секілді. Одан там 90 алсан, 100 алсан, уже нормально да. То есть алғашқы нүктеңіз болады. Сіздің ресми былайша айтқан кезде А нүктеңіз болады. Наурыз ұбт бар. Бұл да бір ақылы бөлімге арналған. Мен оқушыларға айтамын, бұл негізгі ұбт-ның алдындағы үлкен репетиция. Генеральный репетиция. И бұл екі ұбт-ның негізгі 2019 жыл қателеспесем енгізді. Негізгі мақсаты сол. Психологиялық ауыртпалықты не істеу? Азайту.